Барлықтарыңызға сәлем достар. Біз бүгін мерекелік дастархандарда тез әрі оңай дайындалатын салат жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Алдымен тауығымызды суға пісіріп аламыз және картоп пен жұмыртқамызды суға қайнатып пісіріп аламыз. Қайнап піскен тауық етін майдалап турап, қайнатылған картоп пен жұмыртқаны ыстырды үккіштен өткіземіз. Барлығын тергадан өткізіп аламыз. Үккіштің майда жағымен өткіземіз барлығын. Мен 2 тарелкаға арнап жасап жатырмын. Мен бұл салатқа тауық етін қостым. Ет немесе колбаса қоссаңыздар да болады. Барлығын осылай үккіштен өткізіп жеке-жеке ыдысқа саламыз. Тарелкамызға кальцоны қойып, тергадан өткізілген заттарымызды біртіндеп жинаймыз. Алдымен суға піскен тауығымызды саламыз, оның үстінен маринатталған пиязымызды саламыз. Пиязды маринаттау үшін бір пиязды майдалап турап, 1 шай қасықпен уксус қосамыз, шым-шым тұз қосып, жарты пиала су құямыз. Майонезді салып, бетін бір тегіс етіп жаямыз. Оның үстіне картошканы салып, тегістеп, тұз салып жібереміз, шым-шым. Картошкамыздың үстіне тағы да майонезді салып, біркелкі қылып жаямыз. Үстіне қайнатылған үккіштен өткізілген жұмыртқамызды салып аламыз. Майонезімізді салып, біркелкі қылып жаямыз. Ең үстіне үккіштен өткізілген сырымызды саламыз. Әрлеуіне мен анарды қостым. Грецкий, орех, майонезбен сәндесеңіздер де болады. Менде осындай әдемі салат шықты, жасап көріңіздер, ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, қолдауларыңыз өте маңызды.